Ат әбзелдері атқа міну үшін қолданылатын жабдық. Оның түрлері өте көп. Тұрмыста пайдалану мүмкіндігіне қарай олар жігіт ер, әйел ер, бала ер және құрама ер деп көптеген топтарға бөлінеді. Ал жасалу материалдарына қарай олар қайыңды ер, қарағай ер, темір ер және құранды ер деп бөлінсе, ал әшекеймен безендіруіне қарай оларды алтын ер, күміс ер, оюлы ер және құрама ер деп осылай топтарға бөлінеді. Ал және де сыртқы кескін келбетіне қарай немесе оның жасалу техникасына қарай солтүстік және оңтүстік Қазақстан ерлері, Найман ері және Шығыс ері, Батыс Қазақстан ері және Жетісу, Сырдария ері деп осындай 5 топқа бөлінеді. Орталық Қазақстан және солтүстік Қазақстан ерлері ол Найман еріне ұқсас болып келеді. Олардың алдыңғы қастары кішкене аласа болып келсе, ал Батыс Қазақстан ері ол формасы жағынан өте ерекше, тағы жеңіл, жіңішке болып жасалады. Орталық Қазақстан және солтүстік Қазақстан ерлері ол Найман еріне ұқсас болып келеді. Ал Жетісу және Сырдария ерлерінің алдыңғы қасы биік болып, оларды шошақбас ер немесе үйрекбас ер деп те айтады. Осы ердің қаңқасына тоқым, тебінгі, айыл, өмілдірік, құйысқан, үзеңгі таралғы және жүген, ноқта, шылбыр, дізгін осылардың барлығын қосып толыққанды ат әбзелдері деп айтамыз. Ат әбзелдері туралы ұлттық құндылықтардың жанашыры, ұста шебер марқұм Дәркембай Шоқпарұлының мына бір жыр жолдарына тоқталып өтсек. Тартпасы құйысқан мен өмілдірік, үзбелеп, әшекелеп, төгілдіріп, Дәркембай деген ұста дайындаған, көп карнап, көздің майын төгіп жүріп. Ақын һәм ұста ағамыз айтқандай, әшекей зергерлік бұйымдарды жасау үшін өте үлкен шеберлікті талап етеді. Ертеде ата-бабаларымыз ат үстінде ер жастанып, толарсақтан саз кешіп жүріп, осы байтақ даламызды қорғады. Сондықтан да ел аузында тұлпар ерді қорғайды, ер жерді қорғайды деген нақыл сөз бекер айтылмаса керек. Ендеше ердің алдыңғы мынандай және артқы қасы болады. Ердің және де аттың қарнына қарай тартқан жуан белдікті пыстан деп атаймыз. Аттың арқасын жауып тұратын кигіз жамылғыны соны тоқым деп атаймыз. Тоқымның үстін былғарымен қаптап, үстін және әшекелейді, оның астын қымбат материалдармен сырып тігіп жасайды. Үзеңгі бауды жауып тұратын жұқа жамылғыны тебінгі дейміз. Ол үзеңгі баумен тоқымды терден сақтайды. Осы тебінгіге байланысты Махамбет Өтемісұлының жырларында бұлай жырланады. Тебінгі терге шірмей, терлігі майға ермей, ерлердің ісі бітеме деген осы өлең жолдарынан тебінгінің мазмұнын ашып тұрғандығын көреміз. Үзеңгіге бекітіліп тұрған қайыспауды таралғы деп айтамыз. Ал үзеңгі, мінекей, мынандай үзеңгі, ол тебінуге және атқа мінген кезде аяқты тіреп тұруға, нық тұруға және тебінуге мүмкіндік жасайтын құрал. Мінекей, осы құралды біз үзеңгі дейміз. Мынандай да үзеңгінің түрлері бар. Ал өмілдірікке келетін болсақ, өмілдірік ол аттың үстіндегі ер тоқым, аттың мойнына қарай сырғып кетпеу үшін аттың омырауына тағатын құрал. Ал құйысқанға келетін болсақ, құйысқан аттың үстіндегі ер тоқым, ол аттың арқасына қарай сырғып кетпеу үшін қия жерге жүрген кезде. Бұл құйысқанды аттың құйрығына өткізіп, ердің мына артқы жағына бекітіп тағады. Халқымызда тағы да құйысқанға байланысты, құйысқанға қыстырылған тезек сияқты деген нақыл сөз осы құйысқанға қаратылып айтылса керек. Ал жүгенге келетін болсақ, мінекей мынадай жүгенді ол аттың басына кигізеді және аттың
иесінің ырқына көндіру үшін көмектесетін құрал. Халқымызда тағы да жүгенге байланысты мынадай нақыл сөз бар. Жүгенсіз ат мінгеннің жүрегі қобалжиды деген нақыл сөз бар. Ал айыл мен тартпаға келетін болсақ, ертоқымды аттың үстінде нық ұстауға көмектесетін құрал. Оның қалыңдығы екі елі болып келетін мынандай жалпақ құралды осыны тартпа деп атаймыз. Ат әбзелдерін халқымыз тұрмыстық, сәндік және жауынгерлік мақсатқа орай әртүрлі мақсатта қолданған. Қазақ халқы аттың құйрық жалын, ат әбзелдерін ерекше күтіммен қарап, оларды аялаған. Сондықтан халық арасында осы ат әбзелдеріне байланысты көптеген ырым тиымдар бар. Мысалы, ат кекілін кесу ол айырылысудың, өзара жауласудың белгісі. Ал аттың құйрық жалын кесу және аттың ертоқымын теріс қарату ол өлімнің нышаны. Ертеде қайтыс болған адамның атының жалқұйрығын кесіп, көшкен кезде осы ертоқымды теріс қаратып ерттеген. Және де үйге қойған кезде ертоқымды теріс қаратып қойған. Ал аттың жүген шылбырын кесу және өгіз бен түйенің бұйдасын кесуді ол жаугершіліктің және бұлап талаудың белгісі деп есептеген. Ал құр ерге міну ат өліп жаяу қалғанның белгісі. Қазақ халқы ат әбзелдеріне және қару-жарақтарға өте мән берген. Ат әбзелдерінің толық жинағы көшпелі мәдениетіміздің жетістіктерін аңғартады. Қазақ халқы үшін жылқы малы төрт түлік малдың ішінде ерекше болғандықтан, халқымыз осы ат әбзелдеріне ерекше мән беріп, оларды және қадір тұтқан. Мінекей ат әбзелдеріне байланысты осындай қызықты мағлұматтарды білгілеріңіз келсе, менің Бахаргүл Төлеген атты YouTube арнама тіркеліп, лайк басыңыздар. Сіздермен бірге болған мен Бахаргүл Төлеген. Назарларыңызға рахмет.